Алейкумассалам де. Қалайсыз? Шүкір Аллаға. Амансыз ба? Аман. Не үшін азанымен тұрып жүріп жатсаға? Қан айналу керек екен. Менің түсінігімде де. Аха. Қанның бармайтын жері болмау керек. Бәріне бару керек. Аха. Егер қаның түгел айналса бар ғой. Онда мына көңіл күйің де жақсы, денсаулық. Вот. Қанша уақыт болды бүйтіп азанымен таңғы қадам жасап жүргеніңізге? Жылдар болды. Жылдар болды, я. Қандай өзгерістер өзіңізде? Біріншіден энергия. Жүргенде әдемі жүрем. Отырып тұрғанда әдемі. Иә. Сондай жеңілдік қой енді. Жеңілдік. Иә. Өзіңіз денсаулығыңыз үшін. Иә. Тамаша. Міне менің түсінгенім дәрігерлерден тыңлап. Аха. Адамның дені сау болу үшін бар ғой. Иә. Қан қойыланбау керек, айналып тұру керек. Дәл солай. Міндетін атқарып тұру керек. Ол үшін не болу керек бізге? Қозғалыс болу керек. Дәл солай. Қозғалыс болу керек. Қозғалыстың түрін өзіңе жағатын жерін істеп алсаң, мысалы өзіңе жағатын қозғалыс. Аха. Сонда ана қан енді өшін айналмасқа болмайды оған енді. Дәл солай. Қан айналса, керек нәрсенің бәрін апарады ана нелерге. Түсінікті. Керек жерге де. Түсінікті әдемі. Содан сол дені сау болады, Құдайға шүкір. Главный сол ғой. Главный сол. Денсаулық болмаса? О, денсаулық болмаса не болды? Мысалы мен қазір 79-дамын. Әне, 79-дасыз. Иә. 79-дағы атамыз азанымен тұрып, оянып, өз денсаулығын ойлап отыр. Вот 79-ға ұқсамайсыз. Неге? Жас көрінесіз өйтсем. Ağzım ayağını ne? Иә. Öldürgen duracağız, ben tutam. Мен де шынды айтып тұрмын. Жас көрінесіз. Енді. Жоқ, мен де дәрігермін. Мен врачпын. Маған бұл возрастта талай пациенттер келеді. Ол пациенттердің көбі таяқ немесе коляскамен келеді. Инфаркт алып қойған, или инсульт алып қойған, сахар, онкология. Сол үшін сіз шүкір етсеңіз болады, мынандай көрініс. Біз де сол сіздің неңізді жасыңызды жетек қояйық. Менің оқырмандарымға не айтасыз? Менің бәрі оқырмандарым, бізді сол салауатты өмір салтын, біздің мақсатымыз бұларға түсіндіру. Не үшін біз осы азанмен тұрып оянып жүру керек? Не үшін бізде қозғалыс көп болу керек? Мақсат бірнеше ауруларды алдын алу. Мақсат төсек тартып, ертең күнің біреуінің қолына қиналмай. Дәл сол. Не айтасыз бұл оқырмандарыма? Оқырмандарыңа айтқанды тыңлау керек дейді. Иә, сен түсіндіргеніңді бар ғой. Соны мына жүрегімен қабылдап өзіне пайдалану керек ары қарай. Дәл сол. Енді бір қосымша айтайын мен саған. Аха. Мына қозғалайық деп жатырмыз ғой. Иә. Оның бәрі денеге ғана. Менің түсінуімше, дененің жағдайын толықтыру үшін. Дәл сол. Енді адам жалғыз денеден тұрмайды. Құдай тағала бізді жан, дене екеуімен біріктіріп қойған. Ішімізде жан бар, рух дейді, жан дейді. Енді жанның да талабы бар. Жанның талабы бар. О да өзін шырықтырған тәуір керек. Иә. Жанның талабының ең құдіреттісі жанның керегін ла илаха иллаллах. Мұхаммед Расулуллах. Мұхаммед Расулуллах айтсаң да айтыпсың. Міне үйіңнен шығып, қайтып үйіңе барасың ғой. Иә. Осы көрді тоқтамай ла илаха иллаллахны айтып барсаң, сен жаныңа мына денеге бергендей қуат бересің. Керемет кеңес болып тұр қазір. Тек қана біз денемізді ойламауымыз керек. Вот именно. Біз рухымызға энергия беруіміз керек. Онда біз қуат беру керек. Бүкіл жақсы сөздер бар ғой. Мынаған қойсаң, мынаны басамайды. Ла илаха иллаллахны басамайды. Оның күші бөлек. Сондықтан міне сен атың кім? Ясин. Ясин, үйіңнен шығып барып қайтасың ғой. Ла илаха иллаллахны тастама аузына. Жақсы, аман бол. Сәттілік. Ауырмаңыз. Машалла, құрметті достар. Кездесіп қалды. Осындай сұрап жатырмын да, не үшін жүрсіз? Ұйықтамайсыз ба жатып деген сұрақ қойдым ғой енді. От сөздерін тыңдадыңыздар.